Шаршадым деме. Досымды кезіктірдім. Ол дәрігер. Әңгіме арасында өзінің жасаған кішігірім қателігімен бөлісті. Бәлкім, бұл да оның жақсы адам екенін білдіретін шығар. Өзі жүрек қан тамырлары ауруын емдейді. Білесіздер, ауруханада күн сайын обход болады. Бір науқасым 3-ші қабатта еді. Лифт істемей қалыпты. Әжептәуір салмағым бар ғой. Амал жоқ, 3-ші қабатқа баспалдақпен көтерілдім. Ырсылдап 3-ші қабатқа шығып, науқастың палатасына кіре сала, шаршап кеттім ғой, деген сөз аузымнан шығып кетсе болады ма? Алдымдағы науқас 4 жыл бойы төсекке таңылған адам еді. Менің сөзімді ести сала, дәрігер баламай, мен де сен секілді шаршасам ғой, деп көзіне жас алды. Оны көріп көңілім босады. Жанына отырып, мен де жыладым. Өйткені дәл сол мезет не айтсам да, сөзім мен әрекетімді ақтап ала алмас едім. Кейде шаршадым деп айтамыз ғой. Бұл шағым. Алла шаршап, өз аяғымен жүруді де арманға айналдырып қоюы мүмкін екен. Құдай сақтасын. Шындығында шаршау дегеніміз не? Демек, жұмыс істей аласың, жүре аласың. Сені күтіп отырған адамдар бар. Өз аяғыңмен барып, атқаратын шаруаларың бар. Керемет емес пе? Осыған шағым айтып отырмыз ба сонда? Шаршасаң, демалып ал. Тынығып отырып, осы күніңе шүкір ет. Кейде жаратушы иеміздің бізге бергендерімен қоса, бермегендеріне де шүкір айтқан пайдалы екен, досым. 12 мүшең сау болса, қара басың ханмен тең. Шаршамайық. Ербол Сәбитов.